Сәлем құрметті көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің кезектегі сабағымыз ревью, қайталау, unit number 3, үшінші юниттегі page number 42, 42-ші беттегі Students Book кітабындағы, Окей, бұл жердегі не қамтылған? Бұл жерде осы үшінші юнитте біз не өттік? Соның барлығы бір-бір тапсырмадан беріліп, қайталау түрінде тапсырма берілген екен. Окей. The first vocabulary, яғни сөздікке қатысты сөздер берілген, солардың біреуін таңдап біз тиісті жеріне қоюымыз керек, бірінші choose the correct words, яғни біріншісі humans kill seals for their fur. Бұл жерде kill болады. Екінші crocodiles eat meat. Eat болады, яғни жейді. Falcons hide in trees. The four rabbits dig holes in the ground. And the fifth, female elephants protect their babies. Protect деген қорғау, Алтыншысы, bear catch fish in rivers. The seven, whales don't fly. Don't fly. Ұша алмайды, ол тек жүзеді, Some snakes can climb trees. Окей, мінекей жауаптары берілген. Окей, екінші, бұл жерде біз не істейміз? Берілген мынау кестенің ішіндегі сөздерді қолданып, біз мынау тиісті жеріне қоюымыз керек. Polar bears are becoming extinct. Why? Human pollution is changing their climate. Polar bears live on the ice in the Arctic, but the ice is melting and their habitat is getting smaller. Every year it gets more difficult for the bears to hunt seals. Polar bears can swim, but they can't live in the sea. Мінеки осыларды қойып айтып шықтым. Мінеки берілген, Окей, number 3, exercise number 3. Бұл жерде берілген бізде present continuous'ты өткенбіз. Нақ осы шақ, осы нақ осы шаққа біз формуласын өте сіздерге көрсеткем. Сол формулаға салып біз берілген тапсырманы орындаймыз. Еске түсірсек, is, am көмекші етістіктері және етістікке ing жұрнағы жалғанады. Мінеке, the first, he's catching fish for dinner. We are studying in the climate. The third, those crocodiles aren't sleeping. I'm watching a TV program about polar bears. Okay, the fourth, I'm watching деп айтып қойды. Енді бесіншісі, they aren't doing their homework. She's writing a book about whales. You are listening to me. Мінеки балар. Енді біздің келесі тапсырмамызға көшеміз. Жауаптарын барлығын сіздерге көрсеттім, Окей, exercise number 4. Бұл жерде не істеуіміз керек бізде? Бұл жерде үлгіге қарап саламыз. Мінеки, сосын қысқаша жауап береміз. Әрине, бұны да present continuous нақ осы жаққа қоямыз. The first, the climate және change деп берген. Бұл жерде егер мына жерде птичка болатын болса, яғни белгі болатын болса, онда бұл яғни жай сөйлем ретінде қолданамыз. Яғни жауап бергенде жай болымды түрде жауап береміз. Сұрақ қою, барлығына сұрақ қоямыз, бірақ жауабына қарай біз осы птичкаға қарай еткенбіз, Ал егер X болатын болса, мінеки үшінші тапсырма, үшінші берілгендегідей, онда сұрақ құраймыз да сол жауабын, яғни болымсыз жауап құрайды екенбіз. Окей, the climate деп берген, is the climate changing? Мінеки сұрақ қойдық. Сұрақ құраған кезде сіздерге еске түсірейін, бізде орын ауысып кетеді, яғни көмекші етістік алдына шығады да, есімдіктердің барлығы.
екінші орынға қояды, яғни орындар ауысады. Окей, жауабы yes, it is. Are tigers becoming extinct? Yes, they are. Үшінші, are you talking to Billy? No, I'm not. Мінекей, көрдіңіздер ма? Төртінші, is that female bear protecting her baby? Yes, she is. Яғни бұл жерде біз барлығына yes немесе no, яғни мынау берілген белгіге қараймыз және мағынасын да түсінеміз, Окей, бесіншісінде are we learning new vocabulary? Yes, we are. Алтыншысы, are your friends running in the park? No. No, they are not. Немесе they aren't деп берсек те болады, қысқаша. Jack деп берген екен. Соңғысында is Jack looking for his book? No, he is not. He is not. Болады, Мына жерде not деп жазылмапты, бірақ not болады, балалар. Окей, келесі біздің тапсырмамыз exercise number 5. Бесінші тапсырмада бұл жерде енді бір ғана емес, екі түрлі шаққа қоюымыз керек. Нақ осы шақпен және present simple ауыспалы осы шақты енді оны алдында өткенбіз. Бұл жерде кілт сөздеріне қарап біз анықтаймыз. Біріншісі қараңыздар, бұл жерде A, B нұсқаларын берген, біреуі яғни present continuous болса, немесе біреу екіншісі present simple болуы да мүмкін, немесе керісінше, Окей, we everyday деген everyday күн сайын болса, онда бізде present simple болады. Сол кезде we watch TV every day. Екіншісі әрине present continuous. We are watching a good documentary now. Екінші every year. Сөйлемнің әрқашанда соңына қараймыз кілт сөзге. Every year дегеніміз жыл сайын. Онда болса present simple. I swim in the sea every year. Онда екіншісі әрине present continuous. Oh no, that shark is swimming towards us. Үшіншісі, бұл жерде at the moment, яғни нағыз шақтықы present continuous болып тұр. Сонда he is eating in a restaurant at the moment болады. Екіншісі he usually бұл present simple, әдетте. He usually eats at home. Eats деп s-ті қоямыз. Не үшін? Себебі жекеше түрдегі he, she, it есімдіктер кездессе, біз етістікке міндетті түрде present simple-да eats, яғни s жұрнақ жалғаймыз. Төртінші, humans sometimes деген бұл жерде кілт сөз әрине present simple. Сол кезде humans көпше түрде мінекей, онда hunt болады. Humans sometimes hunt animals for sport. Екіншісі, look. Қараңыздар, look деген мені қарашы деген болып тұр. Бұл жерде назар аударшы деген сияқты дәл қазіргі іс-әрекетті көрсетіп тұр. Олай болса present continuous. Those men are hunting baby seals деп қойған. Мінекей. Men дегеннен кейін біз are hunting деп қоямыз. Бұл жерде сол кісілер дегенді көрсетіп тұр, көпше түрде. Окей, exercise number 6, communication. Бұл жерде бізде диалог берілген, диалогты мына берілген дайын сөздермен толықтырамыз, Окей, мінекей, біріншісінде Paul. What are you doing at the moment? I'm reading an email from Emma. She's in Australia. Is she having a good time? Yes, she says it's fantastic. She goes swimming every day. Paul, listen, what's that? It sounds like a mosquito. Mosquito деген жаңағы маса деген сөз, Paul, well, it isn't a mosquito. Look, it's yellow and black. It looks like a wasp. Paul, I'm not sure it is. Maybe it's a bear. Bear, яғни ара дейді, That's okay. Then. Барлығы жақсы уайымдама деген сияқты берілген екен.
Окей, жауабын көрсеттім сіздерге. Енді 7-ші тапсырмада бұл жерде бізде тыңдалым берілген. Тыңдалымды біз тыңдап, міндетті түрде осы нәрсені айтып кетеді. Сіз соны түртіп алып, қайсы Лили бола ма, Марк бола ма, The Park немесе Cave деген сияқты қара сөздеріне міндетті түрде назар аударып, соның біреуін таңдап, дұрысын таңдап орындаймыз. Окей, біріншісінде Mark, мінекей, екіншісінде The Park, үшінші Music, төртіншісі Fantastic, бесіншісі Cold болады, ал соңғысы бізде 5. They can meet at 5 o'clock. Окей, біздің сабағымыз осымен аяқталды, құрметті көрермендер. Мен сабағым осы берілген тапсырмалардың барлығын бірге орындадық. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін менің арнама міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, және де түсінбеген жері болса, комментарияға жаза кетсеңіздер де мен міндетті түрде жауап беремін. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.